Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сіздермен таныш болупам. Бүгін сіздерге күйрүү лагманның оригинал рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырашаны баса кетіңіздер. Келесі видеода лагманның тестасының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бірінші етін жуқалап турап көрсетілген заттармен маринаттауға 3 сағатқа немесе 1 түнге қоямыз. Томаттың орнына лапизаны блендерден ezіп қолданамыз. Менде лапиза болмағандықтан ащы бұрышты қолдандым, бірақ сіздерге міндетті түрде лапизаны қосуға кеңес беремін. Лагманның негізгі дәмін келтіреді. Сосын лагманның суын дайындаймыз. Имбир мен чеснокты аршып турап, оның үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Әрі қарай бізге пекин капустасы, сельдерей, тәтті бұрыш керек болады. Капуста мен тәтті бұрышты турағанда пышақты қиғаштап тураймыз. Капустаның қатты жерін қолданыңыздар. Сосын қызып тұрған майға маринатталған етімізді қуырып аламыз. Осындай сүзгімен алып алатын боламыз. Сосын тәтті бұрышты 3-4 минут көлемінде қуырамыз. Капустаны да 1-2 минут көлемінде қуырыңыздар. Көп уақыт қоюға кеңес бермеймін. Сосын 3-4 қасық көлемінде майымызды алып қаламыз да сарымсақ пен чеснокты салып, жақсылап қуырып аламыз. Сосын томаттың орнына дайындаған лапизаны қосамыз. Бір үлкен қасық көлемінде қосаңыздар жеткілікті. Дәміне қарай көресіздер. Сельдерейді біраз қуырып аламыз. Сосын жаңағы қуырылған заттарымызды салып, араластырып, бағана дайындап қойған суымызды құямыз. Асын баяу қыздырып 20-30 минут көлемінде бұқтырамыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.